Индонезия 7 дін мен мыңдаған түрлі ежелгі нанымдарды біріктірсе де, әлемдегі ең көп мұсылман елі ретінде белгілі. Мысалы, Балиде индуизм ең кең таралған дін, христиан дінін ұстанатын аймақтар бар, ал өте шағын оқшауланған аймақтарда өздерінің ішкі ежелгі заңдары мен дәстүрлері бойынша өмір сүретін тайпалар топтары бар. Қазақ контентін қолдау мақсатында менің арнама жазылып қызықты видеолар тамашалай аласыздар. Индонезиядағы жерлеу әдет-ғұрыптары әртүрлі және қайтыс болған адамның және оның отбасының тұратын жеріне және қай дінді ұстанатынына тікелей байланысты. Сондай-ақ этнографтар мен саяхат әуесқойлары үшін өте қызықты ерекше дәстүрлер бар. Индонезияда жергілікті тұрғындар ерекше құрметпен қарайтын керемет бай мәдени мұра бар. Индонезиялықтар жоғары рухани, діни және өздерінің сенімдері мен дәстүрлері бойынша өте қатал ел. Әдетте бұл әдет-ғұрыптар мен өмір салты қазіргі еуропалықтар таң қалдырады, бірақ олардың дәстүрлерін құрметтеу керек. Танатораджадағы жерлеу тірі өліктер мен корида. Индонезияда жерлеу әдетте өте шулы және қайғысыз өткізілетінен бастайық. Өйткені онда марқұмның жаны жақсы әлемге өтеді деп есептеледі. Алайда, оның сол жаққа көшу үшін туыстары бірнеше күнге созылатын маңызды рамбу солук рәсімін өткізеді. Бұл бәрі үшін аза тұтуға қарсы іс-шара деп айтуға болмайды. Бұл қазірдің өзінде ол адамға арғы дүниеде әлде қайда жақсы болатынын біле отырып, кеткендерге керемет құрмет көрсету және сүйіспеншілікті мойындаудың соңғы мүмкіндігі. Танатораджа Сулавеси аралында таңғажайып жерлеу дәстүрлері бар аудан. Онда анимизм, барлық болмыстардың, соның ішінде жансыз заттар мен құбылыстардың рухани мәні бар деген сеніммен айналысатын торадж деп аталатын этникалық топ тұрады. Тораджандықтардың көпшілігі христиандар, ал олардың белгілі бір бөлігі ислам дінін ұстанушылар болғанына қарамастан, индонезиялықтардың өмірінде анимизм дәстүрлері сақталған. Бұл әр нәрседе рухтың, жанның бар екендігі туралы ғылымға дейінгі түсінік. Индонезияның таулы аймағының тұрғындары өлгеннен кейін адам жаны міндетті түрде жаннатқа барады деп есептейді. Оның үстіне дәстүрлі наным-сенімдер бойынша тозақ ұғымы мүлдем жоқ. Олар өлгеннен кейін жандардың күнәһар және әділ адамдарға бөлінуіне сенбейді. Тораджа нанымына сәйкес қайтыс болған адам барлық ережелерге сәйкес жерленген болса, жаннатта разы болады. Барлық кезеңдерді қатаң сақтау керек, әйтпесе марқұм келесі дүниеден қиын кезеңге тап болады. Әдетте, тораджалардың бірі қайтыс болғаннан кейін жерлеу дереу орындалмайды. Отбасына қаражат жинау үшін біраз уақыт қажет, өйткені бәрі қымбат, сәнді және жарқын болу керек. Осы уақыт ішінде марқұмның денесі бальзамдалып, туған-туыстарымен апталап, айлап, кейде жылдар бойы бір шаңырақ астында болуы мүмкін. Жерлеу алдында айналадағылардың бәрі оны өлмегендей, жай ғана қандай да бір аурумен ауырып жатқандай кейіп танытады. Туыстары оған темекі, азық-түлік және көзі тірісінде қажет нәрселерді әкеледі. Танатораджадағы маңызды жерлеу рәсімдерінің бірі құрбандық шалу. Бұха ақырет өмірінің нұсқаушысы және сонымен бірге марқұмның байлығының көрсеткіші болып саналады. Егер қаражат рұқсат етілсе, Мапасалияга Тедонг рәсімі орындалады. Онда екі бұха жекпе-жекке шығады. Мұнда кімнің жеңетіні маңызды емес, өйткені сыйлық ретінде сонша жануар әкелу керек. Қаншалықты қан көп төгілсе, жаннатқа баратын жол жеңіл болады деп сенеді. Дәстүр бойынша барлық қонақтар құрбандық әкеледі. Кейде бұл ақша, бірақ көбінесе бұл әртүрлі жануарларды, мысалы тауықтарды, буйволдарды құрбандыққа шалу. Олардың көпшілік жерлеу кезінде өлтіріледі, өйткені қан құдайлар үшін ең жақсы сыйлық болып саналады. Осыдан кейін жерлеуге келген қонақтарға бұха мен шошқа еті таратылады. Танатораджада әдетте ағаш діңіне жерленеді. Жергілікті тұрғындардың барлығы жартастағы үңгірлерде оларды бейнелейтін таутаудың ағаш мүсінімен бірге жерленген. Тек сәбилерді ғана олай жерлемейді. Таутау деп аталатын марқұмның толық өлшемді ағаш мүсінін ою өте маңызды. Егер отбасы бай болса, әдетте шеберханадан егжей-тегжейлі ұқсастығы бар манекенге тапсырыс беріледі. Мұндай фигураны жасау үшін бірнеше ай қажет. Бағасы жоғары болғандықтан, кейде индонезиялықтар өздерінің прототиптеріне ұқсамайтын қуыршақтарды ала салады. Сондай-ақ жаңа табыт жасау керек. Пішін кез келген түрде болуы мүмкін, бірақ міндетті атрибут болуы керек. Ол Тангакананың шатырын имитациялау, яғни дәстүрлі ата-бабалар үйі.
Қажетті ақша жиналғаннан кейін қоштасу күні мен уақытын белгілей алады. Кедей адамдар туыстарын табиғи үңгірлерге жерлейді. Көбінесе марқұмды бұрын қайтыс болған туыстарының қалдықтары бар ескі табыттарға салады. Таутаулар марқұмның ең жақсы көретін киімдерін киеді. Уақыт өте келе маталар бұзылса, олар жаңа киімдерге ауыстырылады. Сәбилер арнайы ойылған ағаш қуыстарына жерленеді. Олар қайын қабығының өрімімен тығыздалған. Біраз уақыттан кейін өсіп кетеді. Өсіп кеткен қайын қабығы жаңа туған адамды жұтып алатын сияқты көрінеді. Бір қызығы, егер адам басқа елді мекенде қайтыс болса да, мәйітті жерлеу үшін отбасылық ауылға апарады. Жерлеуге барлық жақын адамдар қатысады, ауылдастары да келеді. Индонезияның әр түкпірінен, тіпті шетелдерінен де адамдар келеді. Кейде бірнеше жүзге дейін адам жиналады. Ал торат жантықтар оларды орналастыру үшін уақытша баспаналар салуға мәжбүр. Жерлеуден кейін 3 жыл сайын, әдетте тамызда Маанене деп аталатын екінші жерлеу рәсімі өтеді. Бұл өркениетті адам үшін ең танымал және ең қорқынышты рәсім. Тірек өліктер деп аталады. Туыстары марқұмның бальзамдалған мумия денесін көмген жерден қазып алып, оны ретке келтіріп, киімдерін ауыстырады. Онымен көшеде жүреді, немесе бір ғимаратта қалады. Бұл рәсіммен олар қайтыс болғандарға құрмет көрсетеді. Олардың кейінгі өмірінің жайлығына қамқорлық жасайды және еске алады. Бұл қаншалықты қорқынышты көрінсе де, олар үшін бұл отбасымен бірлік болып есептеледі. Келесі жерлеу рәсімі Бали ритуалы Нгабен. Нгабен Балидегі ежелгі үнділердің кремация рәсімі. Оны Питра Ядина деп те атайды. Индонезиялықтардың әдетінше бұл рәсім шамадан тыс жоқтаусыз өткізіледі. Олардың айтуынша, өткендер жақындарының көз жасы мен мұңын көрмеу керек. Сондықтан бұл жердегі атмосфера әдетте қуанышты. Бұл рәсімге және сондай-ақ жаңа айтылған рәсімге дайындық ұзақ уақытқа созылуы мүмкін. Өлгеннен кейін марқұмның денесі бөлек бөлмеге немесе ғибадатханаға қойылады. Әдетте әрбір үйде отбасылық ғибадатхана болу керек. Онда азық-түлік және басқа да әртүрлі құрбандықтар әкелінеді. Балилықтар үшін кремация рәсімі мерекеге тең. Сондықтан олар көбінесе жас кезінен дайындала бастайды. Нгабен жақындары мен марқұмның айналасындағыларға құрмет көрсетудің бір түрі. Балилықтар үшін жақсы жарық пен қуаныш әлеміне өтудің түрлі түсті рәсімі. Келесі жерлеу рәсімі ежелгі Икипали ғұрпы. Икипалин батыс жаңа Гвинеяның таулы аймақтарында тұратын Дани тайпасының салт-дәстүрі. Жақын адамнан айырылу саусақтарды кесу рәсімімен бірге жүреді. Әдетте мұны тек әйелдер ғана жасайды. Дегенмен, мұның себебі антропологтарға әлі белгісіз. Олар физикалық ауырсыну, ащы сезімнің эмоционалдық күйін білдірудің маңызды бөлігі болып табылады. Және Данидің саусақтары үйлесімділікті, бірлік пен күшті бейнелейді деп санайды. Сондай-ақ егер қайтыс болған адам эмоционалды күшті адам болса, бұл рәсім зұлым рухтарды тыныштандыру үшін жасалуы мүмкін деп сенеді. Осы видео ұнаса, лайк басып, арнама жазылып, мені қолдасаңыз алғысым шексіз қадірменді көрермен. Менің арнамнан алда осындай қызықты және таңғаларлық видеороликтер тамашалайсыздар. Сіздермен болған Арай Факт арнасы.